Жоқ, 100% жарық Құдай болған, заңдық болған. Сон 95%-ға қазір мәңгі олы жарық, қасиетті домал қалам. 5% Құдайдығы бар. Әр кезде болған бар, және мәңгі болады. Bir ұлға bir қыз 9 миллиард жан береді, берген, береді, және береді. Әр кезде. Құдайдың саны ол. Құдай өзі 95%-ға сан. Математика. Бірінші ұл баланы жаратты, 4,5 миллиард соң бір жылдан кейін қыз баланы жаратты. Енді қалай бақтын, енді білмеймін. Жұмыс біреу, сен 5% Құдайдығымен солай бақтын, неме ол? Сен жараттың бүтіндей жұмыртқада, қалай бақтың? Солай бақтың, жұмыртқада енді солай енді. Бүтіндей жараттың. Енді ғана 100% жаратылған жандар. Олар неме, бірдеңке, күнә сондай жаман күнәлар істеді ме? Әділшілік біреу, заңдық біреу, уақыт біреу. Және бұл тарих жай. Әр кезде жақсы адамдар, таза адамдар, неше түрлі адамдар болды. Кім қандай жаман, кім қандай жақсы адам, солай болды. Неге осы үлкен адамдар, кейбір үлкен адамдар? Сен мен кезімде өмір сүрсең, мысалы мен Сәлкен апам айтатын. Мен солай осындай аш болып жүрдім, анау. Енді ол заманда сен өмір сүрдің ғой. Сәлкен апам, Зинулда атам, және Дәулетбай атам, және сол әкемнің анасы, әжем. Енді ол сендердің замандарың неге енді соғысқа сондай жібердіңдер, сондай енді бастарын қатты істеп тұрса, жүректерін таза болса, жандарын жарық болса, ойларын ақылды болса, неге соны соғысқа жібердіңдер? Бұл сендер замандарың болды, енді солай өмір сүрдіңдер. Әр кезде әр түрлі адамдар болды, бар, және бола береді. Бұл жай просто заман, білім, тарих, білім. Сол біздің байлық, басқа өзгеріс жоқ. Құдай 95%-ға жарық, ұлық, қасиетті 5% Құдайдығы әрбір баста бар, болды, бола береді. Және ол өсе береді солай, осы пайызымен, осы жарығымен мәңгі жараты береді, болды. Ана дүние домалақ өсе береді, дене ауса береді. Құдайға тәубе, шүкір, рахмет, аумин. Білмей?